Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақстанды үлкен өзгерістер күтуде. Жасыратын жоқ, мемлекет басшысының партия төрағасы ретіндегі өкілеттілігі тоқтауы мүмкін. Бұл жөнінде мәжіліс депутаты, бір кездері оппозиция саласында жүрген Айдос Сарым Арманжан Байтасовқа сұхбатында айтты. Кибербуллинг жөніндегі заң жобасы және басқа да еліміздегі саяси мәселелер жөнінде сөз қозғаған ол, сұхбат барысында депутат Аманат партиясының 26 сәуірдегі кезектен тыс съезінде үлкен өзгерістердің болатындығы туралы сауалға жауап берді. Біріншіден, Адал партиясының бас партия құрамына кіру мәселесі қаралуы мүмкін. Екіншіден, жасыратын жоқ, мемлекет басшысының партия төрағасы ретіндегі өкілеттілігі тоқтауы күтілуде, деді Айдос Сарым. Яғни, бұдан былай Тоқаев елдегі ең ықпалды Аманат партиясының басшылығы лауазымынан кететін болады. Депутат партияда алдағы уақытта қандай өзгерістер болуы мүмкін екендігін ашып айтқан еді.